Ассаламу алейкум достар, бүгінгі видеода Қаламстан туралы 50 факт айтатын боламын. Оразаларыңыз қабыл болсын, ал біз бастаймыз. Қаламстан 16 қаңтарда Нұрлан Қаламның кесірінен құрылған болатын. Бұл мемлекеттің президенті Нұрлан Қалам және көмекші вице-президенті Селди. Қаламстанды унитарлы мемлекет дей алмаймыз, себебі онда Ручкастан, Байшахарстан, Амшелексtan секілді бірнеше автономиялық мемлекеттері бар. Қаламстан мемлекетінде сахарный тростникті сату, алу, өсіру заңмен қудаланады. Жалпы Қаламстан мемлекетінің халық саны 80-100 адамды құрайды. Қаламстан әскери күштері Ручкастаннан әлсізірек. Қаламстанда неше түрлі атақты ютуберлер тұрады. Қаламстан негізі Байгайстанға, прямой отсылка. Қаламстан секілді контентті MrBeast давно түсіріп тастаған. Қаламстан туының авторы Нұрлан мен Селди. Ал Қаламстанның әнұранын жазған Нонанкум. Қаламстан картасын серверге айналдыруға көмектескен Стеймун. Так что Стеймунге респект. Қаламстан туының түсі Нұрланның ютубтағы авасынан алынған. Ал ортасындағы қалам, ол Нұрланның фамилиясы. Ал Ручкастан туы, екінші дүниежүзілік соғыстағы Жапонияға отсылка. Бұл Қаламстанның баяғы туы, қай елге отсылка екенін айтпай-ақ қояйын. Қаламстанның дахуя клонда бар. Көптеген майнкрафтерлер Қаламстанның арқасында подписчик жинап алды. Нұрлан Қаламстандағы гриферлерді жек көреді. Қаламстан серверіне 1.21.4 версиясымен кіреді. Кіру үшін обязательно анкета толтыру керек. Қаламстан серверіне телефон арқылы да кіруге болады. Қаламстан серверіндегі ақ үй ол кәдімгі Қазақстанның ақ ордасына отсылка. Қаламстанның ең қымбат бөлімі 9 бөлім. Оған Нұрлан 50 000 теңгесін құртқа болатын. Қаламстандығы ең мықты постройка осы. Постройкаларды салуға тек майнкрафтерлер ғана емес Аслан аниматорда үлесін қосқан болатын. Салған, кім игрок салған? Мистер Аслан. Окей, мистер Аслан. Тістерін салған драконның. Қаламстанда игра в кальма картасы бар. Қаламстанның телеграм арнасы да бар. Нұрлан Қаламстанның барлық бөлімдерінде моспетті рекламировать етіп жүрді. Бәріміз осы интроны көрген шығармыз. Оның авторы Қайсар Анимейшн. Қаламстан бөлімдері осымен бітеді. Себебі уже көптеген контенттер жасап қойған. Оның үстіне жәлеп гриферлердің кесірінен Нұрлан да желание қашты. Нұрлан Қаламстанның екінші сезоны шығатынын намектаған болатын. Қаламстанның екінші сезоны шығып қалуы мүмкін. Кім біледі, кім біледі. Нұрлан екінші сезонның шығу үшін 20 000 лайк талап етті. Айтпақшы, Ручкастан мемлекеті күл талқан болып қирап, ыдырап кеткен. Мұрын себебі осы. Енді осы Ручкастан дамытты. Қаламның көтін 2 рет айырдық. Үшіншісін енді таяқ жеп қалдық. Енді саған айтарым, короче. Пизду этот Қаламстан кетті меш. Ну нахуй это хуйню, блядь. Давай, короче, саған бердім елге. Пока. Келмеймін енді. Кірмеймін. Пошел нахуй. В общем, түсінген боларсыңдар, Ручкастан енді жоқ. Бұл Қаламстанға фан арттар. Мына жерде күдікті ештеңе көрмедіңдер ме? Бұл тот самый Алекстан президенті. Негізі Нұрланның Қаламстанның пародияларына көзқарасы жаман емес, наоборот қолдайды. Қаламстан серверінің модераторы Нексарион. Қаламстанның 9 бөлімінде көбі дұрыс түсінбеген үлкен конфликт болды, бірақ Нұрлан ол жерін кесіп тастады. Видео соңында соңғы факттарды соған арнаймын. Так, келесі факт, Қаламстан сервері жабылмайды, жай ғана видеолары аяқталатын болады. Статистикаға сүйенсе Қаламстан игроктарының 90% зиянкес малолетоктар. Қаламстанның демографиялық жағдайы қазір өте төмен, яғни халқы өте аз. Қаламстанның ең нашар бөлімі осы екен. Себебі мұнда лайк басқалардан аз. Қаламстанның соңғы бөлімі көп подписчиктерді жылатты. Менде Қаламстан контенттеріне кішкене болсын үлесімді қостым деп ойлаймын. Негізі постройка жарысы әділ өткен жоқ болатын. Ермек Кизет деген бала, яғни осы постройканы салған бала Селди мен Нұрланға разоблачение жаса. Мен ойлап едім барлығы әділетті болатын шығар деп бізде. Сонда бұлар әділетті ма? Селдидан біз опкін алып тастаған болатынбыз. Олар дейтін кәдімгі шынайы выживаниемен өздері салған болатын. Үшінші постройка сразу бірінші орынға. Яғни Селдиді творческий режиммен салды деп айтқан. Сосын Селди Ермекті банға тығып жіберіпті. Аниматорлар Қаламстан